Сәлем достар, сіздермен әлем ажайыптары арнасы. Достар, мен бүгінгі видеода Samsung компаниясының шығуы туралы және оны кім шығарғаны туралы айтатын боламын. 1930 жылдары кәсіпкер Ли Бен-школ күріш өндірісі бойынша өз ішін ашады. Тегу қаласындағы шағын қойма Samsung компаниясының тарихына бастама болады. Сол кездері Корея Жапонияның отары болғандықтан елде жеке кәсіпкерлікпен айналысу едәуір қиын болатын. Соған қарамастан 1938 жылдың өзінде-ақ Ли Кореядан Қытай мен Манчжурға экспорттау үшін өзінің бірінші каналын жасауға қол жеткізеді. Күріш, қант және кептірілген балық сынды азық-түлік өнімдерін жеткізудің қарқынды дамуы Samsung Trading Company сауда маркасымен ресми түрде мүмкіндік береді. Корея соғысынан кейінгі Samsung. Оңтүстік Кореяның жаңа президенті генерал Пак Чон Хи экономикалық және өнеркәсіп реформалардан бастайды. Ол кезде солардың Ли Бен-школ еді. Ол осылайша 30 ірі компания болды. Солардың ішінде Samsung сынды Daewoo, Hyundai, Gold Star және тағы басқалар да бар еді. Қаржылық отбасының әрбірінде өзінің бақыты болды. Daewoo автокөлік өндірісі, Gold Star тұрмыстық техникалар, Samsung электроника, Hyundai құрылыс саласы. Содан ары қарай Ли Бендер отбасы ары қарай дамып, Samsung'тың әртүрлі түрлері шықты. Мысалға айтатын болсақ, Samsung'тың смартфон түрлері, сымсыз байланыс түрлері, олардың түрлі ноутбук және компьютер және наушник түрлері шықты. Достар, бүгінгі видеосы ұнаса лайк басып, арнаға жазылып, қоңыраушаны басыңыз. Ал ендеше сау болыңыздар достар, келесі кездескенше.